растаймын. Кеше ғана күдіктілер Индонезия мемлекетінде ұсталды. Қазіргі таңда оларды алып келу мәселесі шешілуде. Және де тағы айта кетейін, қазіргі таңда тергеу амалдары белсенді түрде жүргізілуде. Сонымен қатар қажетті сараптамалар тағайындалып, нақты тиісті шаралар өткізілуде. Рахмет. Индонезияда екен қалай анықтадыңыздар? Қандай жолмен анықтадыңыздар? Осы жұмысты енді баршаңызға мәлім, халықаралық іздестіру жарияланған кезде Интерпол қызметкерлер, біздің Қазақстан полиция қызметкерлері бірлесіп, бір арнайы топты құрып, сол топтың жұмысының нәтижесінде осы екі күдіктілер қазіргі таңда ұсталды. Екеуі де күдікті. Әйелі де сонда күдікті болып отыр. Екеуі де күдікті. Енді ол кісілердің Ардақты ағайын, Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі шетелдік әріптестермен бірлесе отыра атыраулық ауыр айып тағылған Сұлтан Сәрсенғалиевті дәл бүгін Индонезия қаласының Ломбок аралындағы Синауро ауылында тұтқындады. Таяу күндері күдікті Сұлтан мен келіншегі елге депортацияланады. Сол кезде бізге беймәлім қылмыстық істің шиеленіскен тұстары шешіледі. Мамандар Сұлтан Сәрсенғалиев тұрған үйдің айналасын түгел қопарып қазба жұмыстарын жүргізген. Бірақ Наурыз бен Мейрамгүлдің мәйіті әлі табылмады. Жер астындағы заттарды анықтайтын георадарлар да қолданылған. Әзірге ешқандай нәтиже жоқ. Күдікті жұбайы Ақбаянмен бірге Атырау маңындағы осы геолог ықшам ауданындағы саяжайда тұрған. Олар темір жол жанындағы ең шеткері осы времянканы 50 мың теңгеге жалдаған екен. Бұл аумақты полиция мен ұлттық ұлан сарбаздары қоршап, тергеу және іздеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Айналада бейнебақылау камераларының саны аз болып шықты. Көршілерге тиесілі камералар жазбаларды 15 күннен артық сақтамайды екен. Өзінің қайнатасы мен енесін өлтірді деген күдікке іліккен Сұлтан Сәрсенғалиев ақыры ұсталды. Құзырлы орган мәліметінше, оны Индонезияның Ломбок аралынан тапқан, қасында әйелі болған. Қазір елге депортациялау мәселесі қарастырылып жатыр. Атыраудан бір отбасынан 6 адам жоғалып кеткен, білесіздер. Сол қылмысты ашуға көмескен хакер Атырауды барлығы біледі, бірақ хакер Атыраудың кім екені, және де хакерство туралы, және де сол қылмыс туралы көптеген ақпараттарды ешкім әлі де білмейді. Сол себептен де қазір мен хакер Атырауға ұшып келіп отырмын. Мына жерде өзінің аккаунты, міне кәдімгі официальный аккаунты, 221 мың подписчик міне. Сол алла қаласа хакер Атырауға сұрақтарыңыз болса комментарийге төменге жазып кетіңіздер. Арнайы хакер Атырауға ұшып келіп отырмын. Күшті бір видео осы бойынша салатын боламын сіздерден. Қолдау күтемін, төменге жаза кетіңіздер. Құрметті ағайын, шұғыл жаңалық. Атырау облысы Жангелдин ауылында ерлі-зайыптыны айуандықпен өлтірген күдікті ақыры ұсталды. Сұлтан Сәрсенғалиев Индонезияның айдаладағы бір аралынан табылған екен. Оның жұбайы Ақбаян Мұқанғалиеваның да жүрген жері анықталыпты. Енді оларды депортациялау мәселесі қарастырылып жатыр. Өкінішке қарай, ізім-ғайым жоғалған 35 жастағы мүгедектігі бар Мейрамгүл Қарабалиева мен інісі Наурыз Мұқанғалиевтің әлі күнге дейін қайда жүргені белгісіз. Егерде жаңағы Сұлтан Сәрсенғалиев пен жұбайын депортациялап елге кіргізетін болса, енді жауабынан сұрағы көп жантүршігерлік қылмыстың жай-жапсары тергеу барысында анықталады деп үміттенеміз. Атырау облысында жоғалып кеткен отбасыға қатысты қылмыстық істі тергеу барысында
1959 жылы туған Мақсот Қарабалин мен оның жұбайы Нәсіп Өтешқалиеваның мәйіттері табылғаны жөнінде ақпарат тарады. Мәліметтерге сәйкес, мәйіт үйдің ауласында орналасқан қораның ішінен табылған. Ерлі зайыптыны өлтіріп, қораға тығып, ізін жасырған кімдер? Үйдің ұлы мен қызы қайда? Жұмбақ өлімнің артында кім тұр? Құзырлы органнан жауап күтеміз.